Сәлем достар, бүгін біз сіздермен екі түрлі тақырып қарастырамыз. Біріншісі зат есімдердің және есімдіктердің тәуелденуін, ал екіншісі отбасына қатысты сөздерді жаттаймыз. Мына тұрған есімдіктер атау септігінде тұр, кім деген сұраққа жауап береді. Бізге кімнің, яғни ілік септігінде тұрған есімдіктерді жазып шығу қажет. I, мен, менің, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. Бұл есімдіктердің барлығы кімнің деген сұраққа жауап береді. Мысалы, менің анам, my mom. Біздің еліміз, our country. Мұндағы my және our есімдіктердің ілік септіктегі формасы. Бұл есімдіктер бойынша, енді зат есімдер бойынша қалай болады қарастырып шығайық. Мысалы, менің ағамның көлігі. Ағамның ілік септігінде тұр. Ағылшын тілінде ол қалай болады екен? My brother-ның жалғауының орнына апостроф және s қоямыз. My brother's car. Яғни, менің ағамның көлігі. My brother's car. Оның жігітінің әкесі. Her boyfriend's dad. Мұнда апостроф және s қойылды. Мұндағы зат есімдер жекеше. Brothers, car, boyfriends, dad. Ал көпше зат есімдермен келесі түрде сенің ата-аналарыңның үйі. Your parents көпше. Бұл жағдайда апострофты s-тен кейін қоямыз. Your parents' house. Менің достарымның пәтері. My friend's flat. My friend's flat. Бұл жағдайда апостроф s-тен кейін тұрады. Сонымен бірінші тұрған екі сөйлем жекеше зат есімнің ілік септіктегі формасы, ал екіншісі көпше зат есімнің ілік септіктегі формасы. Бұдан бөлек ағылшын тілінде бұрыс зат есімдер бар. Ол дегеніміз көпше түрлі формада s жалғанбайды, яғни түбірімен өзгеретін сөздер, мысалы children. Мұнда children көпше формада тұр. Бұл жағдайды ілік септігіне айналдыру үшін апостроф және s қойылады. Яғни жекеше зат есім қалайша ілік септігінде тұр, дәл солай апостроф және s. Мысалы children's toys. Балалардың ойыншықтары. Әйелдердің сөмкесі. Women's bag. Міне сонымен осы ғана есімдіктердің ілік септіктегі формасы зат есімдердің жіктелуі. Енді отбасына қатысты сөздерді қарастырамыз. Отбасы family. Кеттік, ата-ана ол parents. Оған жатады father, mother, онда жазылып тұр. Ал әкешім, анашым, dad, mom деп айтылады. Mom американша ағылшыншада o арқылы жазылады, ал британдық ағылшында u арқылы. Немесе daddy, mommy. Ары қарай, ата, апа. Grandparents. Grandfather, grandmother. Басқаша grandpa, grandma. Аға, іні, әпке, сіңілі, қарындас. Барлығы бір сөзбен siblings. Brother. Кіші іні little brother. Әпке sister. Little sister. Балалар children. Бір бала child. Мысалы, мен отбасымның жалғыз баласымын болса, I'm an only child in my family. Only child.
ұл son, а дыбысы арқылы айтылады. Қыз daughter. Ата-анамыздың ағасы немесе інісі бізге кім болып табылады? Бізге көке болып табылады. Ағылшынша uncle. Тәте aunt. Олардың балалары бізге бөле болып табылады. Бөле cousin. Ұлда, қызда cousin деп атала береді. Жиен. Яғни әпкеміздің балалары, немесе сіңліміздің балалары жиен. Ұл бала племянник nephew. Қыз бала niece, племянница. Nephew, niece. Ары қарай күйеуі әйелі. Күйеу husband, әйел wife. Екеуіне бір-бірінің отбасының жақтарының бәрі қысқаша in-law деп аталады. In-laws. Күйеуіне әйелінің жақтары in-laws. Және керісінше. Мысалы, келін daughter-in-law. Ене mother-in-law. Сол сияқты brother-in-law, father-in-law, sister-in-law тағысын тағы. Егер әкесі немесе анасы екінші рет үйленетін болса, онда өгей әкесі немесе өгей анасы step сөзінен басталады. Step father немесе step mother. Сол сияқты өгей балалары step daughter немесе step son деп аталады. Егер әйелі қайтыс болған ер адам болса, widower. Widower. Ал күйеуі қайтыс болған әйел адамды widow деп атайды. Міне, отбасына қатысты сөздерді қарастырдық. Енді сөздерді бекіту үшін тапсырма орындаймыз. Look at the family tree and complete the sentence below. Төмендегі сызбаға қарай отырып, сөйлемдерді толықтырыңыз. John is Jill's. John is Jill's. John Jillға кім болып келеді? Мұнда Сьюзен және Jill бір-біріне апалы сіңілі. Демек, Джон ол Jillдің жездесі. Олай болса brother-in-law. Brother-in-law. Екінші, Timothy is Jill's. Timothy is Jill's. Jillға кім болып келеді? Barry Sheila. Балалары Timothy ұлы. Демек ол племянник. Жиені. Ол болса nephew. Nephew. Кеттік. Eve and Anna are Timothy's. Eve and Anna are Timothy's. Ол екеуі Timothyға кім болып табылады? Олар бір-біріне cousin болып табылады. Бөле cousin. Cousins көпше жазамыз, өйткені мұнда Eve and Anna екі адам айтып тұр. Келесі, Eve is Sheila's. Eve is Sheila's. Sheila'ның племянница. Яғни жиені niece. Sheila's niece. Albert Dodds is Tom's. Albert Dodds is Tom's. Атасы болып табылады. Атасы grandfather. Grandfather. Келесі, Barry is Eve's. Barry, Eve's, Eve'ге тәте, жоқ, көкесі болып табылады. Ер адам аты Barry. Ол uncle. Susan is Timothy's. Susan, Timothy, тәтесі болып табылады. Aunt. Susan is Timothy's aunt. As Paul died in 1995, Jill is heir. Paul 1995 жылы қайтыс болғандықтан, Jill кім болып табылады? Widow. Jill is a widow. Tom is Mary. Tom Maryға немере.
Біз немерені қарастырған жоқпыз. Немере бәрі grand'дан басталады. Grandchildren немерелер, grandson ұл, внук, granddaughter внучка. Онда grandson. Болды сонымен. Керемет. Бүгінгі видео сабақ сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Келесі кездескенше. Bye.